қыста көлік жүргізуде есте сақтайтын 3 маңызды ереже. Біріншісі, алдыңызда келе жатқан көлікпен арақашықтық. Қарлы жолда тежелу жолы ұзарады, сондықтан көлік жаздағыдай тез тоқтай алмайды. Ал алда бірдеңе болса, қауіпсіз тоқтауға сізге тежелу қашықтығы жетпей қалуы әбден мүмкін. Екіншісі, жылдамдық. Құрғақ жолда сіз белгілі бір жылдамдықпен бұрылыстан оңай өтетін боласыз. Қыста дәл сол әрекетіңіз дұрыс таңдалмаған жылдамдық салдарынан өтпеуі мүмкін. Көлігіңіз тайып, айналдырып жіберуі немесе мүлдем жолдың сыртына шығарып тастауы ықтимал. Сондықтан кез келген бұрылыстың алдында алдын ала тежеп, жаймен және қауіпсіз бұрылу қажет. Үшінші, көлікті басқарудың бір қалыптылығы, әсіресе елді мекеннен тыс жерде жылдамдық жоғары болған кезде. Егер сіз тежелуді, маневр жасауда әрдайым қуатты, күрт орындауға үйренген болсаңыз, мұзды немесе тайғақ жолда мұндай әрекеттер көлікті басқарудан айырылуға әкелуі мүмкін. Сол себепті мұндай ауа райында барлық әрекетті бір қалыпты, асықпай жасау керек. Әсіресе жылдамдықты жолдағы ойықтардан өтуде рөлді барынша тік ұстап, рөлмен мүмкіндігінше аз жұмыс жасаған дұрыс. Осы маңызды 3 ережені сақтау арқылы қыс мезгілінде қауіпсіз жүре аласыз. Осындай пайдалы ақпараттардан үнемі хабардар болып отыру үшін әлеуметтік желілеріміздегі Проточки KZ парақшасына жазылыңыздар.